сабақта қазақтың ұлттық салт дәстүрі және де театрлары, өнер адамдары туралы сабақ өттік. Сабақ өте қызықты болды. Мен өзімді бір құдды бабалармен байланысып жүрген секілді сезіндім. Иә, бірақ мен үшін ол деген өте қызықты болған жоқ. Сол өнерді біз деген TikTok-тан, YouTube-тан, Reels-тан көре аламыз. Сол 1 минуттық видеоны мықты өнер болса жетеді. Маған мәдениет туралы әңгімелер артық, бірақ өнер, тамақ әкелмейді. Нақты мамандық оқып, ақша тапқан дұрыс. Ақша керек екені әрине рас, бірақ біз барлығымыз тек ақша табыс деп кетсек, барлығымыз бір кетті болып кетеміз ғой. Сондықтан да біз әрқайсымыз мәдениетімізді білуіміз керекпіз. Бір жағынан және сен дұрыс айтасың. Бірақ қазіргі уақытта біз деген өзіміз заманауи өнермен біз деген идеямызды көрсету керекпіз. Мысалы, домбырамен кавер ойнап, әлде би арқылы өзіміздің салт дәстүрімізді көрсету керекпіз. Соны адамдар көре ме екен? Кім тыңдайды? Тыңдайды, егер де ол шын жүрекпен, ықыласпен жасалатын болса, әр адам, яғни сендердің өздерің өз салаларында мәдениетті, ұлттық мәдениетті қолдана аласыңдар. Себебі, мысалы, TikTok болсын, бизнес болсын, әр жерде рух жүрек болғаны маңызды. Онда мен деген TikTok-та қазақтың каверін деген блогты ашайын деп ойлағанмын. Ал мен мүмкін алғаш рет музейге барамын, бірақ сендермен ғана. Онда орталық мұражайда кездескенше. Әрине барайық бірге бәріміз. Иә.